Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді, сәтті шығатын сырнеке дайындаймыз. Жылдам дайындалады, оп-оңай жасалады. Дәмі тіл үйретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын сырнекейді сіздер жасап көріңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттарды видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға сүзбені саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналымда сүзбеден жасалған әртүрлі рецепттер бар, қарап көріңіздер. Сонан соң қантты саламыз. Ванилин саламыз. Жарма ұнтағын саламыз. Ұнды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мендегі сүзбе құрғақ болғандықтан блендермен еземін. Блендерді пайдаланбайтын болсам, бір-біріне бірікпейді, пішінін ұстамайды. Енді блендермен еземіз. Егер сіздерде сапалы жақсы сүзбе болатын болса, онда блендер пайдаланбаймыз. Келесі кезекте сырнекей барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп аламын. 60 граммнан өлшеймін. Дайын болған сүзбе қолымызбен мұшқан кезде пішінін жақсы ұстайды, шашылып кетпейді. Барлығын бірдей қылып өлшеп алдым. Енді үстелдің үстіне ұн себеміз. Келесі кезекте сырнекейдің пішінін жасаймыз. Ең алдымен қолымызбен дөңгелектейміз. Сонан соң екі жағынан ақырындап басамыз. Онды пайдаланып отырып жасаймыз, қолға жабысқақ келеді. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей барлығын дайындап алдым. Осы рецептпен 10 дана сырнекей шықты. Енді барлығын пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаға аздап сары май саламыз. Сары майға пісірсеңіздер, одан әрі дәмді бола түседі. Сонан соң дайын тұрған сырнекейдің барлығын саламыз. Қақпағын жабамыз. Астыңғы бөлігі қызарғанда келесі бетіне аударамыз. Жай отта пісіреміз. Келесі бетін аударғаннан кейін қақпағын жабамыз. Піскен сырнекейді қағаз майлыққа саламыз. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын сырнекей дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйретін сырнекейді сіздер жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.